Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Сонымен біз бұл жерде қазақ халқының тарихы жайлы, оның ішінде қазақ хандарының атасы Шыңғыс хан, оның тарихы, шежіресі және жүріп өткен жолы жайлы айтатын боламыз. Сонымен біз өткен жолғы тақырыбымызда біз Шыңғыс ханның қият бөртеген тайпасын айттық. Оның ішінде бүкіл қият ру тайпаларын айттық. Мысалға қияттар Рашид ад-Диннің 5 томдық кітабінде Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы Елхан Қазанның кезінде жазылған кітап, 14 ғасырлардың басында, 13 ғасырдың аяғы, 14 ғасырдың басында жазылған кітап. Сол кітапта қияттар келесі қияттардың ру тайпалары аталады. Ол тобықты қият, қоңқат тана қият. Қоңқат тана ол бүгінгі тана байұлы, кіші жүздің құрамындағы. Ыссық құт қият дейді, ыссықтар, кіші жүз байұлының құрамындағы. Айдын қият дейді, адайлар 12 ата байұлының құрамындағы. Шаншығұт қият, ұлы жүздің құрамындағы. Тайшығұт қият, тарақтан балы тайшығұт, ол бүгінгі тарақтылар, орта жүздің ноқтағасы болып саналады. Одан кейін жұрын қият, негізі қияттардың ішінде ең көбі солар болып табылады. Жұрын қияттар ол бүгінгі жеті ру тайпасы: Табын, Тама, Жағал, Байлы, Рамадан, Кердері, Керейі, Телеу тайпалары. Негізі Табын тайпасы бүкіл кіші жүздердің ноқтағасы болып саналады. Жұрын қияттар, сосын өткен тақырыпта айтқанбыз. Тағы да қияттарға қосайық дегенбіз, ол қара қият деген бар. Тарихи деректерде қара Китай деп жазып жіберген. Қара Китай немесе дұрысы қара қиятай болу керек. Қара қиятай. Оны қара я әрпі түсіп қалып қара Қытай деп, Китай деп жазып жіберген, Қытай деп жазып жіберген. Қара қиятайлар олар бүгінгі Қаракерей, Садыр, Матай, Төртоғыл, Қызай тайпалары. Найманның құрамындағы Төлегетай наймандар. Яғни осы Төлегетай наймандар Қарақиятай мемлекетін құрған. Оларды қияттарға жатады. Қара Қиятай мемлекеті ол бүгінгі Жамбыл облысы, Шымкент, яғни оңтүстік Қазақстан облысының біраз бөлігі, ол Исфиджаб дейді, қазіргі Шымкент, Сайрам, Шаш дейді, Шаш қаласы, ол бүгінгі Ташкент. Одан кейін Ферғана аймағы, одан кейін Ош, Қырғызстан аймағы. Осы кен алқапты қара қияттар осы кен алқапта өзінің мемлекетін құрған. Орталық астанасы Тараз болған. Бірде 5 орда-балық қалалар болған, яғни Исфиджаб. Олар мына Отырар қаласымен шекаралас болған. Отырар қаласы қара қияттардың кезінде қыпшақтардың қол астындағы қала болған. Отырар қаласы, әйгілі Отырар қаласы. Яғни осы қара қияттарда қият тайпасының, қият ру тайпалар бірлестігінің құрамына кірген үлкен ру тайпаларының бірі болып саналады. Кейін қара қият мемлекеті, қара қиятайлар кімдерге? Наймандардың ханы, оларда Найман, қара қиятайларда тағы да Найман хандығы болған. Найман хандығының билеушісі Құшлық қара қияттардың билігіне келіп, сол жерде билік құрып, Шыңғыс ханға қарсы шығып, Хорезммен соғысып, екі жақта қысымға түсіп, ақыр аяғы Шыңғыс ханның қолбасшысы Жебе 30.000 әскерменен соғыс ашып, қара қияттарды жеңіп, қара қият мемлекеті өзінің
өмірін тоқтатты. Ал енді қара қияттарды мына Ресей тарихшылары, Кеңес одағының тарихшылары, басқа тарихшылар әдейілеп олар Қытай манжур немесе тұңғыс тайпалары деп әдейілеп осындай нені енгізіп отыр. Қасақана қазақ халқының тарихын бұзу үшін. Шындығында олар ешқандай Қытай манжур таңғұста емес, олар кәдімгі өзіміздің көшпелі түркі тайпалары, ежелгі көшпелі түркі тайпалары. Сол жерде үлкен мемлекет құрған, қара қиятай мемлекеті. Оны қара Китай деп бұрмалап өзгертіп жазып жіберген, тіпті оның этностық құрамын да бұрмалап жазып жіберген. Осыны біліп жүргеніміз бізге дұрыс болады. Сонымен осы тақырыптарды біз өткен жолы айтқанбыз. Енді бүгінгі тақырыбымызда біз Шыңғыс ханның арғы аталары жайлы атап өтеміз. Тарихи деректерде Шыңғыс ханның арғы аталары ол Табын Баян менен Домбағұлдан басталады. Негізі енді одан арғысын кейін шежіресін айтамыз, мына нақты арғы аталары. Табын Баян мен Домбағұлдан Бөтен Сары, Шыңғыс ханның атасы, осы Бөтен Сары бүкіл қият ру тайпаларының негізін қалаушы адам. Бөтен Сарыдан Дотым Манан, Дотым Мананнан кейін Қажы Көлік, Қажы Көліктен кейін Байсұңқар, Байсұңқардан кейін Қайду хан болады. Бүкіл қара татарларға, татар тайпаларына, қара татар тайпаларының басын, яғни ежелгі қазақтың ру тайпаларының басын біріктіріп, соларға хан болған адам. Қайдаудан кейін Қайдаудың ұлы Түмбеней хан болады қара татарларға. Кейін мұғыл татар деп аталып кеткен, немесе мұғыл деп аталып кеткен. Түмбенейдің 9 баласы болады. 9 баласының ішіндегі ең үлкені Қабыл. Осы Түмбенейдің баласы Қабыл хан болады. Қара татарларға, яғни ежелгі қазақтың ру тайпаларына. Қабыл ханнан кейін Қабыл ханның ол да кімнің? Қайдаудың ұрпағы Аңбақай хан болады. Аңбақай хан. Аңбақай хан қайтыс болғаннан кейін Қабыл ханның ортаншы ұлы Құтлұқ хан болады. Құтлұқтан кейін, Құтлұқ қайтыс болғаннан кейін қара татарлардың арасында жік түсіп, хандыққа, билікке талас тартыс басталып кетеді. Осы хандыққа, билікке таласқандардың түскендердің бірі ол Шыңғыс ханның туған әкесі Жасығай Баһадүр. Яғни ол да Қабыл ханның мен тікелей ұрпағымын, мен хан болам деп осы неге талас тартысқа түседі. Оған қарсы Тарғытай, Аңбақай ханның ұрпағы, ол қарсы болады. Тағы да біраз адамдар қарсы болып, Жасығай қара татарларға толығымен хан бола алмай, тек әскер басы дәрежесіне жетеді. Яғни бүкіл әскердің сардары. Бүкіл әскерлер осы Жасығай осы лауазымды жақсы пайдаланып, Керейдің ханы Тоғырылменен бірігіп, әскери одақ құрып, Алшын татар дейді, татарларға қарсы соғыс ашады, оларды жеңеді, меркіттерге соғыс ашады. Тағы да көптеген жанындағы ру тайпаларға соғыс ашып, солардың бәрін өзіне қаратып, енді келесі бір құрылтайда хан болайын деген кезде оның туыстары, яғни татарлар, өзінің туыстары ғой, қара татарлар у беріп, содан қайтыс болады. Шыңғыс хан ол кезде Темірші немесе Теміржан дейді, ол кезде 9 жастағы бала болған. Кейін тіпті осы қара татарлардың саяси ахуалы өте күрделі, ушығып кетеді, талас тартыс болып кетеді. Соның салдарынан билікке дұрыс нақты ешкім келмей, қара татарлардың бірлігі бәрі
бірліктері берекесі кетіп бір-біріменен талас тартысып соғысып сондай жағдайға түсіп кетеді. Осының бәрін Шыңғыс хан тоқтатып 1206 жылы бүкіл қара татарларды өзіне бағындырады, кейін алшын татарларды өзіне бағындырады, керейлерді бағындырады, меркіттерді бағындырады, наймандарды бағындырып 1206 жылы ұлы құрылтайда хан болып сайланады, қаған болады яғни. 1210 жылғы құрылтайда Шыңғыс ханды Арғынның ұлдары Қарлық пен Басмұлдар мойындайды, үйсіндер келіп мойындайды. Үйсінмен бірге көшіп қонып жүрген Қаңлы және Дулаттың біраз бөлік ру тайпалары келіп мойындайды. Яғни оның өрісі кеңейіп, уақтар мойындайды. Уақ мемлекеті кәдімгідей. Сонымен Шыңғыс ханның өрісі кеңейіп, мемлекеті мықты болып қатая түседі. Сол заманда бүкіл осы ру тайпалар өздерін Қарлықпыз, немесе Найманбыз, немесе Керейміз демейді, барлықтар өздерін татармыз деп мақтанышпен, өздерін қара татармыз деп мақтанышпен айтады. Кейін Мөңке ханның кезінде мұғыл татармыз деп атап кеткен. Соныменен тыңдағандарыңызға рахмет. Қош, кездескенше сау болыңыздар.